Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу тақырыбын қарастырғанбыз. Бүгін сол тақырыпқа есептер шығаруды қарастырайық. Бізге берілгені өрнекті ықшамдау қажет. Алымында бөлімінде 16В-дан 9А-ны көбейту керек 3-тен 2-ге. Ол үшін көбейту ережесі бойынша бөлшектің алымы мен алымын бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Сонда 9А-ны көбейтеміз 2-ге, 16В-ны көбейтеміз 3-ге. Бұл жерде 9 бен 3-ті екеуінде 3-ге қысқартамыз. 3-тің орнында 1, 9-дың орнында 3 қалады. Ал 16 мен 2-ні екеуінде 2-ге қысқартамыз. 2-нің орнында 1, 16-ның орнында 8 қалады. Сонда бізде бөлшектің алымында 3А, ал бөлімінде 8В-ға тең. Екінші өрнекті ықшамдау берілсін. Берілгені 3М-ді көбейтеміз 12М-нан N-ге. Ол үшін бірінші өрнектің өзін бөлшек түрінде жасап, бөлімінде 1, алымында 3М. Көбейтеміз 12-ден М N-ге. Олай болса, жай бөлшектерді көбейту бойынша алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. 3MN бөлімінде 12M. Бұл жерде 3 пен 12 екеуінде 3-ге қысқартамыз. 3-тің орнында 1, 12-нің орнында 4 қалады. Және M мен M қысқарады. Сонда бізде қалды алымында N, бөлімінде 4. Тағы да келесі бір өрнек берілсін, үшіншісі. Алымында 12AB, бөлімінде 25C. Бөлу керек 8A квадратқа. Ол үшін бірінші бөлшек өзгеріс қалдырамыз. 25C-дан 12AB. Көбейтеміз. Ал 8А квадратқа кері бөлшегіміз бізде болады 8А квадраттан 1. Олай болса, алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Алымында 12AB, бөлімінде 25C-ны көбейтеміз 8А квадратқа. Бұл жерде 8 бен 12-ні екеуінде 4-ге қысқартамыз. 8-дің орнында 2, 12-нің орнында 3 қалады. Және А мен А квадратты қысқартамыз. Бөлімінде А квадратын екеуден біреуін алып тастаймыз. Бөлімінде 1А қалады, ал алымында А толығымен қысқарады. Сонда бізде қалады 3Б алымында. Ал бөлімінде 25-ны 2А-ға көбейтсек, 50С қалады. Келесі. Тағы да төртінші бір өрнек берілсін ықшамдауға. Төртіншісі 5А-ны бөлеміз В-дан 15А-ға. Ол үшін бірінші бөлшекті 5А-ны біз бөлшек түрінде жасақ, 1-ден 5А. Екінші бөлшекті біз кері бөлшек жазамыз. Бөлу амал көбейтуге ауысады. 15А-дан В-ға тең. Сонда алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтсек, алымында 5AV, бөлімінде 15А. Бұл жерде А мен А-ны қысқартамыз. Ал 5 пен 15 екеуінде 5-ге қысқартсақ 1, алым бөлімінде 3 қалады. Сонда мәні алымында Б, бөлімінде 3-ге тең. Келесі өрнегіміз 5 бөлінген 4X-ті көбейтейік 2X-тің 3-ге қатынасы. Бұл жерде көбейту ережесі бойынша алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Яғни 5-ті көбейтеміз 2X-ға, бөліміндегі 4X-ті көбейтеміз 3-ге. Бұл жерде қысқаратын X пен X-ті қысқартамыз. Және 4 пен 2 екеуі де 2-ге қысқарады. 2-нің орнында 1, 4-тің орнында 2 қалады. Сонда алымында тек 5, бөлімінде 2 мен 3-тің көбейтіндісі 6. Яғни берілген өрнектің мәні 6-дан 5-ге тең. Келесі 6-шы есептің шығару жолын қарастырайық. Берілгені
бірінші бөлшегіміз 49 v-ның 4 дәрежесінен алымында 48 a-ның квадраты. Осы өрнекті көбейтейік. Бөлімінде 16 a-дан алымында 7 v-ның квадратын. Бұл жерде көбейту ережесі бойынша алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Сонда алымында 48 a квадрат көбейтеміз 7 v квадратқа. Бөлімінде 49 v-ның 4 дәрежесін көбейтеміз 16 a-ға. Енді қысқаратын сандарды қарастырайық. 49 пен 7 екеуі де 7-ге қысқарады. 7-ның орнында 1, 49-ның орнында 7 қалады. 48 пен 16-ны қысқарасақ, екеуі де 16-ға қысқарады. 16-ның орнында 1, 48-ді 16-ға бөлсек 3 қалады. Енді аларды қарайық. А бөлімінде, алымында a квадрат. Яғни бөліміндегі a толығымен кетеді. Алымында тек a-ның квадратына 1 азайтылып, тек 1 ғана a қалады. Ал енді v-ның 4 дәрежесі мен v квадрат қарастырсақ, алымындағы v-ның дәрежесі кіші болғандықтан толығымен қысқарады. Ал бөлімінде v-ның 4 дәрежесінен 2-ін алып тастасақ, v квадрат қалып қалады. Сонда бізде не қалды? Бөлшектің алымында 3a бөлімінде 7v квадрат. 7v квадрат. Келесі тағы бір мысалды қарастырайық. 7-ші. Берілгені алымында 25y квадрат бөлімінде 16x. Осыны бөлеміз y куб бөлінген x квадратқа. Ол үшін бірінші бөлшек өзгеріс жазамыз. 16-дан x-тен 25y квадрат. Ал бөліміз көбейтуге ауысады. Бөлімінде y кубтан алымында x квадрат. Олай болса, бұл жерде алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. Сонда тең болады 25y квадрат x квадрат бөлімінде 16x y куб. Бұл жерде қысқартамыз. Алымындағы x квадрат пен x-ті қысқартсақ, бөлімдегі x толығымен қысқарады. Алымында екеуден біреуін алып тастасақ, 1x қалады. Ал y квадрат пен y-тің кубын қысқартатын болсақ, алымындағы y квадрат толығымен қысқартамыз. Үшеуден екеуін алып тастасақ, 1y қалып қалады. Ал 25 пен 16 саны ешқай санға қысқармайды. Сонда бізде алымында 25x бөлімінде 16y-ге тең болады. Біз сіздермен қарастырдық алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу тақырыбына есептер шығаруды. Ал әзірше сау болыңдар.